Бүгін мен сендерге Қанталапай ойынын алып келдім. Ойынның ерекшесі Қазақтың ұлттық ойыны Қанталапай ойыны. Немен ойнаймыз балалар? Асықпен. Енді ерекшесін түсіндіріп кетейін. Қапшықтың ішінде көптеген асықтар бар. Ойында осының ішінде үлкен сақа асығы бар. Қараңдар. Ал қалған асықтарымыз кішкентай. Мен ортаға тастаған кезде кімнің қолына үлкен сақа асығы тиер, сол ойынымыздың жеңімпазы, яғни қаншайымы болады, қаншасы болады, ойынымыздың ханы қаншасы болады. Қолымыз тізелеп, бермен алақай, ойын таптым алақай, байқап қане көрейік, аты оның, бірге айтамыз, Қанталапай. Ал қанекей, бәрі шақырақаймыз, айын керейік. Бермен келші балақай, ойын таптым алақай, қане байқап көрейік, аты оның Қанталапай. Алыспаймыз. Біздің ойынымыздың бірінші кім болып жеңді? Бейбарыс. Яғни жеңімпазымызды шын жүректен құттықтаймыз. Ойынның ханы жеңімпазы Бейбарыс. Рахмет саған Бейбарыс. Отыра ғой орнына. Келесі ұлттық ойынымыз тақия тастамақ. Ойынның ережесін айтып өтейін. Мен балназым қазір айналып сізге өтемін. Екі баланың ортасына тақияны тастаймын. Сол екі бала тұрып, шеңберді айналып жүріп кеп, бірінші тақияны алу керек. Сол жеңімпаз болады. Келісіп па балалар? Баршамыз ойнаймыз ғой. Бір-бірімізді ренжітпей ойнаймыз, иә? Ал бірінші апай сенге бастап береді. Бейбарыс сен жақында отыра ғой. Саспаймын, шеңберді айнала баспаймын. Ақырын ғана тақияны ортаға тастаймын. Ал келіп тұрамыз. Қане келе ғой, тұра қоймай. Қане тез қараймыз. Балалар, арай, Бейбарыс, қане санаймыз. 1, 2, 3. Ал Бейбарыс айналамыз. Қане, аспаймын, саспаймын. Шеңберді айнала баспаймын. Ақырын ғана тақияны ортаға тастаймын. Ал, енді отыра қой өзің, айнының жанына отыра қой. 1, 2, 3. Жеңімпаз қағын. Ал отыра.